Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, оразаларыңыз қабыл болсын. Менің осы қазақ тіліндегі контентті ашып жатқаным өткені 13 жыл бұрын өзім де институт алып жатып қалғанмын. Сонда міне 13 жыл кезінде операция бар, больницада жатып, операция болып, онда 2 операция алдым. Сонда 2 сағаттық сосын барып, бір айдан кейін 12 сағаттық операция қайтам бас алдым. Сол кезде операциядан кейін адам не болғанын өзі білмейді. Кішкене уақыт келгенде өйткені оң қолым, оң аяғым, тілім бәрі жұмыс істемей қалды. Бұл кезде 2009 жылы есімде бар, өйткені қыс айы болатын. Бұл кезде кішкене больницада жатқан кейін төсек тартып, адам еш нәрсеге ойланатын нәрсе жоқ, просто ұйықтай бердім. Сосын уақыт келгенде врачтар айтты, саған қимылдау керек, жүру керек, жаттығу істеу керек деп. Сөйтіп, жәміндеп істеп үйрендім, Аллаға шүкір. Сонда жаттығуларда айналыстым. Сол жатқанда больницада, нейрохирургия больницасындағы жаттығу үйрететін жігіттер, оларды көмек берді, үйретті. Сосын барып, ол кезде осы оң қолымның, оң аяғымның, тілімнің даже сөйлей алмадым. Мысалы, қазір Аллаға шүкір, қазір оң қолымды жақсы қимылдатсам да, қазір оң қолымды бұны да қимылдап жатырмын, Аллаға шүкір. Енді оң аяғым, енді сөйтіп қалыпқа келдім. Енді бұрында күшті жүгіріп жүрсем, қазір шүкір енді жүгіріп жатыр деп ойламаймын, бірақ жаймендеп жай жүруге де шүкір, жай жүріп жатырмын. Ал сонда жаттығуларды айналыстық. Сонда енді адамда істегісі келмейді, жалқаулық болады. Өйткені жатқың келе береді, жата келе береді. Сөйтіп уақытта өтіп кетеді. Сол үшін адам қимылдау керек, жаттығумен айналысу керек, тоқтамай. Енді тоқтамай дегенмен тоқтамай азаннан кешке дейін емес, өзінің бір уақыттары болады. Мысалы, таңертең қалай тамақ ішесің, сол сияқты тамақ ішіп болған, демалып, қайтадан жаттығу істеп, қайтадан демалып, қайтадан жаттығу істейсің. Қазіргі таңда кеңессіз орталығында жаттығуға барып жүрмін. Үй жағдайында өзімнің де жаттығуымды істеп жүрмін. Келесі видеомда үй жағдайдағы жаттығуымды көрсетемін. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап жіберіңіздер. Енді кездескенше сау болыңыздар.